Андрей Соколов Воронеждің орталық базарында тұрып, анасына қарап тұрды. Вера Ивановна тізе бүгіп отыр еді. Оның айналасында шашылған тауарлар, езілген қызанақтар, лай. Қымбат күрте киген үш жігіт оның төбесінде тұрып күліп жатты. Біреуі телефонға түсіріп тұрды. «Кәне, кемпір, биле, класс көрсет», деп айқайлады. Телефон ұстаған біреуі оны аяғымен иығынан итеріп. Анасы жылап жатты, жұрт үнсіз, көздерін тайдырып әкетті. Андрей жұдырығын түйді. 9 жылдық қатаң режим оған бір нәрсені үйретті. Егер ұрсаң, бірінші болып ұр. Тұра алмайтында етіп ұр. Бірақ Андрейдің дәл осы сәтте базарда қалай пайда болғанын, оның көзіндегі бұл мұздай ашудың қайдан келгенін және неліктен үш мажор қазір өмірлеріндегі ең үлкен қатені жібергенін түсіну үшін өткенге оралу керек. Бұған дейін сізден каналға жазылуды, пікір жазуды, нақты оқиғаларға негізделген бұл видеоны қай қаладан көріп жатқаныңызды жазуды және лайк басуды сұраймыз. Жақсылап тамашалаңыздар. Андрей Соколов 1982 жылы көктемде Воронежде жұмысшы отбасында дүниеге келген. Дәлірек айтсақ, одан қалған нәрседен. Әкесі бала 3 жаста болғанда кетіп қалып қайтып оралмаған. Анасы Вера Ивановна тігін фабрикасында жұмыс істеді. 12 сағаттық ауысым, тиын-тебен жалақы, көздеріндегі мәңгілік шаршау. Бірақ ол ешқашан шағымданбаған. Ұлын Шеткері аудандағы бір бөлмелі Хрущевкада бір жалақыға жалғыз өсірді. Андрей жуас, бірақ қырсық болып өсті. Мектепте орташа оқыды, бірақ қолы алтын еді. 14 жасынан бастап көршісі Саша ағайдың гараждарында жүретін. Ол көліктерді, ескі Жигулилерді, Москвичтерді жөндейтін. 90-шы жылдардың шетелдік көліктерінде қарастыратын. Андрей қарап, жадына сақтап, өзі жасап көретін. 16 жасына қарай қозғалтқышты көзін жұмып тұрып ақ жинай алатын болды. Мектепті 1999 жылы әрең бітірді. Әскерге бармады. Денсаулығына байланысты 3-ші дәрежелі жалпақ табан босатылды. Сол жағалаудағы жеке автосервиске жұмысқа тұрды. Тиын-тебенге жұмыс істеді, бірақ тез үйренді. Қожайыны Григорий Петрович есімді ер адам. Пысық жігіт, тек қызба мінезі болмаса дейтін. Андрей қызба еді. Жайдан-жай төбелеске кіріспейтін, бірақ біреу әділетсіздік жасап жатыр деп есептесе, үнсіз қалмайтын. 2002 жылы оның жақын досы Серега Климов жаяу жүргіншілер өткелінде джиптің астына түсті. Рөлде жергілікті депутаттың мас ұлы болған. Баласы құтылып кетті, әкесі істі жауып тастады, куәгерлерді қорқытты. Сараптаманы қолдан жасады. Серега мүгедек болып қалды, ал кінәлі адам тіпті кешірімде сұрамады. Андрей сол кезде ашуға булығып, өзі есеп айырысқысы келді, бірақ анасы тоқтатты. Балам, араласпа, олар үлкен адамдар, бізді таптап кетеді. Ол тыңдады, сол кезде тыңдады. 2004 жылы Андрей өзі жұмыс істеді, кішкене бокс жалдап, көлік жөндеп, жақсы ақша тапты, анасына көмектесіп, жақсырақ бір бөлмелі пәтер жалдап берді. 2006 жылы көктемде бәрін астын үстін еткен оқиға болғанға дейін өмір өз арнасымен жүріп жатты. Оның досы Витек Осокин қарызға батты, кешірмейтін адамдарға үлкен қарыз болды. Витька Андрейге түнде келді. Түрі қап-қара. Бауырым өлтіреді, көмектес. Андрей оны тастамады. Екеуі Витька қарыз болған адамдармен сөйлесуге барды. Әңгіме дұрыс болмады. Төбелес басталды. Андрей қорғанды, қолына іліккенін бірінші болып ұрды. Несие берушілердің бірі құлап, басын жиектасқа ұрып алды. Ауыр бас сүйек жарақаты, кома. Істі тез арада ушықтырып жіберді. Андрейді 2 күннен кейін ұстады. Витька жоқ болып кетті. Басқа қалаға кетіп, байланысқа шықпады. Тергеу 3 айға созылды. Адвокаты арзан болды, іс лас еді. Зардап шегуші есін жиды, бірақ мүгедек болып қалды. Сот үкім шығарды. 111 бап 2 бөлім бойынша 9 жыл қатаң режимдегі колония. Денсаулыққа ауыр зиян келтіру. Андрей 24 жаста еді. Анасы сот залында жылап отырды. Конвой алып кетер алдында ол анасына бұрылып: «Кешір, анашым, мен ораламын» деді ғана. Зона оны 2006 жылдың күзінде қарсы алды.
Воронеж облысындағы ИК-6 колониясы, қатаң режим, жеңіндегі қара жолақ. Онда өзі естігеннің бәрі болды. Иерархия, заңдар, алғашқы күннен бастап төзімділікке тексеру. Андрей сынбады, өзін тыныш ұстады, авторитеттерге ұмтылмады, бірақ өзін басындырмады да. Тігін цехында жұмыс істеді, кейін ағаш шеберханасына ауыстырды. 9 жыл, бұл 385 күн. Андрей оның әрқайсысын есінде сақтады. Қыс, жаз, шексіз айналым. Анасынан хат 2 аптада бір рет келіп тұрды. Ол: жұмыс істеп жүрмін, бәрі дұрыс, сені күтемін деп жазатын. Ол қысқаша: шыдап жүрмін, жақында ораламын деп жауап беретін. Осы жылдар ішінде Андрей өзгерді. Сырттай емес. Сырттай ол жай ғана тарамыс қатайған, жүзі қатал және көзқарасы суық болып шықты. Іштей өзгерді. Зона оны басты нәрсеге үйретті. Шыдауға, күтуге, әлсіздік көрсетпеуге және мәселелерді өзі соңына дейін шешуге. Жартылай шарасыз ол авторитеттермен емес, кейін бостандықта көмектесе алатын адамдармен байланыс орнатты. Одан бұрын шыққандармен, тікенек сымның ар жағындағы және сыртындағы әлемнің қалай жұмыс істейтінін білетіндермен. Андрей кек алу жоспарларын құрмады, ол жай ғана әрі қарай өмір сүруге дайындалды. 2015 жылдың наурызы. Ол 33 жаста. Колонияның қақпасы ашылып, Андрей бостандыққа шықты. Қолында заттары салынған пакет. Қалтасында босатылғаны туралы анықтама. Далада көктем, лай қар, бостандықтың иісі. Ол Воронежге баратын автобусқа отырып, жол бойы терезеге қарап келді. Қала оны жат болып қарсы алды. Андрей сол жағалауға кешкісін келді. Анасы тұратын Хрущевка 9 жыл бұрынғыдай көрінді. Үгітілген сылақ, тот басқан балкондар, қисайған әткеншегі бар балалар алаңы. Ол 4-ші қабатқа көтерілді. Анасы босатылуына 1 ай қалғанда жіберген кілтті шығарды. Есік оңай ашылды. Пәтер оны тыныштықпен қарсы алды. Бәрі таза, ұқыпты, ескі төсек орын мен үйдің иісі аңқиды. Үстелдің үстінде хат. Балам, егер мұны оқып жатсаң, демек мен жұмыстамын. Өзіңе тамақ дайындап іш. Тоңазытқышта бәрі бар. Жақында ораламын. Анаң. Андрей диванға отырып қолымен бетін сипады. 9 жыл ол осы сәтті үйге оралуды күтті, ал енді бос пәтерде отырып, не сезінерін білмеді. Жарты сағаттан кейін есік қағылды. Ол ашты, табалдырықта көршісі Галя апай, анасының ескі танысы тұр еді. Ол ах ұрды. Андрюша, құдайым-ау, қалай өсіп кеткенсің? Вера сені бүгін келеді деп айтқан еді. Ол үнсіз бас изеді. Галя апай абыржып, анасының оны қалай күткені туралы бірдеңелерді айтып жатты. Оған жалғыз қалай қиын болғанын айтып, сосын. Ол қазір орталық базарда көкөніс сатып жатыр. Фабрикадан қысқартып тастады, зейнетақысы жетпейді, содан соң осылай істеуге мәжбүр. Кешкі 7-лерде келетін шығар деді. Андрей сағатына қарады. 7. Орталық базар 20 минуттық жерде еді. Ол күтпестен күртесін киіп, шығып кетті. Базар улап-шулап жатыр. Наурыз болса да адам көп еді. Кеш. Бәрі жұмыстан кейін апталық азық-түлік алуда. Андрей қатарлардың арасымен анасын іздеп жүрді. Оның сөресін қиырдағы қабырға жағынан тапты. Ескі ағаш прилавок. Оның үстінде картоп, сәбіз, пияз, көк шөп және анасы. Ол ескі күртесімен, басында орамалы бар, оған арқасын беріп тұрды. Андрей оны шақырғысы келді, бірақ сол сәтте дауыстарды естіді. 3 жігіт сөреге жақындады. 22-25 жас шамасындағы жас жігіттер, қымбат пуховиктер, джинсылар, кроссовкалар киген. Біреуі шашына гель жаққан ұзын бойлы сары жігіт, екіншісі төртбақ, жағы шаршыланған, үшіншісі арық, көзілдірік таққан, қолында телефоны бар. Сары жігіт дауыстап: «О, әже, сен әлі осында сауда жасап жүрсің бе? Біз сені өліп қалды ма десек?» деді. Вера Ивановна селк ете түсіп бұрылды. Жүзі қуарып кетті. Андрей өтіп бара жатқан адамдардың артында 3 метрдей жерде қатып қалды. Төртбақ жігіт сөреден қызанақты алып, қолымен сығып жіберді, шырыны тауарға шашырады.
қараша, қандай сатып жатқаныңды. Мұны жеуге болмайды деп қарқылдап күліп, езілген қызанақты сөреге лақтырды. Вера Ивановна бірдеңе айтпақ болды, бірақ дауысы дірілдеп. Балалар, керек емес, өтінемін деді. Көзілдірікті арық жігіт телефонын көтеріп, түсіре бастады. Кәне кемпір, видос үшін бізге билеп бер деді сары жігіт оны иығынан итеріп. Анасы шегініп, шалынып, картоп салынған жәшіктің үстіне тізерлеп құлады. Сары жігіт қарқылдады, төрт бағы қостады. О, тізерлеп тұрған тіпті жақсы. Өзіңнің қоқысың үшін кешірім сұра. Айналаға жұрт жиналды. 15 адам қарап тұрды. Ешкім араласпады. Біреулер телефондарын шығарып түсіріп жатты, біреулер теріс бұрылып кетті. Вера Ивановна жылап жатты. Тұруға тырысты, бірақ төртбақ жігіт оны аяғымен кері итеріп жіберді. Отыр деймін, әйтпесе сөреңді қазір өртеп жібереміз. Андрей асықпай, баяу алға жүрді, жұрт екіге жарылды. Ол сөреге жетіп, анасының қасына тұрды. Сары жігіт бұрылып, оны көріп, мысқылдап күлді. О, тағы біреуі. Сен кімсің, ұлысың ба? Андрей жауап бермеді. Ол жай ғана ұрды. Жылдам, қысқа, жақтан. Сары жігіт ұшып кетіп көрші сөреге соғылды. Төртбақ жігіт Андрейге тап бермек болды, бірақ мұрнына шынтақ тиді. Сырт еткен дыбыс, қан, айқай. Көзілдірікті арық жігіт қолында телефонымен қатып қалды, шегіншектеді, бірақ Андрей үлгерді. Жағасынан ұстап, өзіне тартып тізесімен іштен ұрды. Жігіт бүгіліп қалды, телефоны асфальтқа түсті. Зонаның 9 жылы босқа кетпеген еді. Андрей көше бұзақысы сияқты емес, ол әдіспен, суыққандылықпен дәл төбелесті. Сары жігіт тұруға тырысты. Андрей жақындап, оның қолын басып, қатты басты. Жігіт бақырды. Сен менің кім екенімді білесің бе? Менің әкем. Андрей сөзін аяқтатпады. Қабырғадан аяғымен бір тепті, тағы біреу. Сары жігіт сырылдап қалды. Төрт бағы жарылған мұрнын ұстап қалтасына қол салды. Андрей пышақтың жарқылын көрді. Бір қадам алға, аяқтан шалды, жігіт құлады, пышақ ұшып кетті. Андрей оны көтеріп қарап, шетке лақтырып жіберді де, төрт баққа еңкейді. Пышақ шығардың ба, батыр екенсің. Жұдырықпен жақтан ұрды, тістерінен қан шашырады. Көзілдірікті арық жігіт қашуға тырысты, бірақ аяғы тыңдамады. Андрей оны 2 қадамда қуып жетіп, бұрып алып, күн сөлінен солнечное сплетение ұрды. Жігіт тынысы тарылып, жерге шөкті. Жұрт үнсіз. Біреулер телефонға түсіріп жатыр, біреулер теріс бұрылды. Андрей анасын тізесінен тұрғызып, иығынан құшақтады. Вера Ивановна дірілдеп жылап жатты. Балам, не істедің? Сары жігіт қанға тұншығып, жерден сырылдады. Сен өлісің, зек, біз сені көміп тастаймыз. Андрей бұрылып, оған жоғарыдан төмен қарады. Көріңдер. Дауысы бір қалыпты, сабырлы, мұздай еді. Төртбақ жігіт қабырғасын ұстап тұрып, сары жігітке тұруға көмектесті. Көзілдірікті арық жігіт базардан шығуға қарай қашып бара жатты. Сары жігіт бәрі еститіндей етіп дауыстап айтты. Сен кімге соқтыққаныңды білмейсің. Менің әкем Макаров, облыстық әкімшілік. Оның әкесі Орлов. Оның қаладағы ажсылардың жартысы соныкі. Біз сені күл қыламыз, зек. Андрей үндемеді, жай ғана қарап тұрды. Сары жігіт қанын түкіріп тастап, бұрылып кетіп қалды. Төрт бағы оның соңынан ерді. 1 минуттан соң олар жұрттың арасына сіңіп кетті. Жұрт тарай бастады. Біреулер Вера Ивановнаға жақындап жағдайын сұрады. Андрей анасына тауарларын жинауға, сөрені орнына қоюға көмектесті. Оның қолы дірілдеген жоқ. Ол кәдімгі жұмыстан кейінгідей сабырлы еді. Вера Ивановна оған қарап тұрды, көзінде қорқыныш бар еді. Балам, бұл үлкен адамдардың балалары. Олар бізді таптап кетеді, сені тағы да отырғызады. Андрей оны құшақтады. Мама, үйге барайық, бәрі жақсы болады. Бірақ ол мұның тек бастамасы екенін білді. Үйге үнсіз қайтты. Андрей анасын қолтығынан демеп жүрді, ол басын төмен түсіріп, еңіреп келе жатты. Маршруткада ешкім оларға қарамады. Кешкі Воронеж үшін үйреншікті көрініс.
4-ші қабатқа көтеріліп пәтерге кірді. Вера Ивановна бірден диванға отырып, бетін қолымен басты. Андрей оған су құйып, үстелге қойды. Мама, ішіп жібер. Ол басын көтерді, көзі жылаудан қызарып кеткен. Балам-ау, не істеп қойдың? Бұлар Макаровтың, Орловтың, Беловтың балалары ғой. Олар бізді құртады, сені тағы отырғызады, ал мен. Дауысы үзіліп кетті. Андрей қасына отырып, иығынан құшақтады. Мама, мен сені ешкімге ренжітпеймін, ешқашан ешкімге. Ол оған қарады, көзінде тек қорқыныш емес, тағы бір нәрсе бар еді. Шарасыздықпен араласқан алғыс. Білемін, балам, бірақ олар жұдырықпен алысатын адамдар емес. Оларда билік, ақша, байланыс бар. Олар бізді тарақан сияқты езіп тастайды. Андрей үндемеді. Ол анасының сөзінің жаны бар екенін түсінді, бірақ шегінетін жер қалмаған еді. Келесі күні таңертең ерте Галя апай қоңырау соқты. Дауысы дірілдеп. Андрей, базарда анаңның сөресі өртеніп кетіпті. Түнде өртеп жіберген. Полиция келді, бірақ ештеңе істей алмаймыз дейді. Ол жерде камера жоқ. Андрей тұтқаны қойып, анасына қарады. Ол ас үйде шай ішіп отыр еді, әлі білмейді. Ақырын ғана. Мама, бүгін базарға бармай-ақ қой. Сөрені өртеп жіберіпті деді. Вера Ивановна бозарып кетті, қолындағы кесесі дірілдеп қалды. Не? Андрей қайталады. Ол көзін жұмып. Құдайым-ау, бұл менің бар жиған тергенім еді ғой деп сыбырлады. Ол жақындап құшақтады. Мен жаңа тауар сатып аламын, бәрін қалпына келтіреміз. Бірақ екеуі де мұның кездейсоқтық емес, ескерту екенін түсінді. 3 күннен кейін Андрейді аудандық полиция бөліміне шақыртты. Шақыртуды таңертең учаскелік полиция келді. Шаршаған жүзі, салғырт көзқарасы бар 40-тардағы ер адам. Соколов, ертең сағат 10-да бөлімге. Жедел уәкіл Крыловқа, кешікпе. Андрей басын изеп, уақытында келді. Жедел уәкіл Крылов оны кабинетте қарсы алды. Қысқа қиылған шашы, ауыр көзқарасы бар елулердегі мықты ер адам. Ишаратпен орындықты көрсетті. Андрей отырды. Крылов темекі тұтатып, түтінін төбеге қарай үрледі. Соколов, жақында босапсың. Дұрыс, дұрыс. 9 жыл отырғансың. Денсаулыққа ауыр зиян келтіргенің үшін. Дәл солай. Крылов біраз үндемей тұрып, кейін алға еңкейіп көзіне тіке қарады. Мені мұқият тыңда, Соколов. Сен базарда 3 жігітті сабапсың. Куәгерлер бар, видео бар. Қазір-ақ іс қозғап, сені кері жібере аламын, бірақ мен олай істемеймін. Неге екенін білесің бе? Андрей үндемеді. Өйткені маған жоғарыдан қоңырау соқты, былай деді. Мынау зек болған жағдайды ұмытсын, және енді көзге түспесін, әйтпесе біз оны қайта тығатын сылтау табамыз. Түсіндің бе? Андрей жедел уәкілдің көзінен тайдырмай қарап тұрды. Олар менің анамды қорлады, ермек үшін видеоға түсірді. Крылов мысқылдап күлді. Ал сен бұл бірінші рет деп ойлайсың ба? Бұл балалар үлкен адамдардың балалары. Олар не істегісі келсе, соны істейді, ал сен ешкім емесің. Құқығы жоқ, жұмысы жоқ, болашағы жоқ бұрынғы зексің. Менің саған кеңесім. Бұл оқиғаны ұмытта, тыныш өмір сүр, әйтпесе зонаға қайтасың. Бәрін түсіндің бе? Андрей орнынан тұрды. Түсіндім. Крылов бас изеді. Боссың. Андрей кабинеттен шығып көшеге түсті. Қолы қорқыныштан емес, ашудан дірілдеп тұрды. Ол бұл жерде заң жұмыс істемейтінін, әділдік болмайтынын түсінді. Тек бір ғана ереже бар. Кім күшті және кімнің ақшасы көп болса, соныкі дұрыс. Бір аптадан кейін Андрейдің мектеп кезіндегі досы Пашка Варанинді сабап кетті. Пашка құрылыста жұмыс істейтін, сол ауданда тұратын. Кешкісін үйіне қайтып бара жатқанда бетперде киген үшеуі шабуылдап, аяғымен битамен ұрған, миы шайқалған, қолы сынған, тістері түскен. Ауруханада Пашка Андрейге былай деді. Кетер алдында біреуі айтты. Досың зекке айтып бар. Бұл тек бастамасы. Андрей аурухана төсегінің қасында үнсіз отырды. Пашка оған бір көзімен қарап жатты, екіншісі ісіп кеткен.
Андрюх, қаш, олар тоқтамайды. Оларда ақша, байланыс бар. Бізді жай ғана өшіріп тастай. Андрей басын шайқады. Қашпаймын, Паш. Сені араластырғаным үшін кешір. Пашка жымимақ болды, бірақ ерні жарылып кеткен еді. Ақмақсың. Бірақ мен де сенің орныңда болсам, солай істер едім. Келесі күні Андрейге есірткі тастап кетті. Ол кешке үйіне оралып, есікті ашқанда дәлізде бір түйіншектің жатқанын көрді. Ақ ұнтағы бар пакетті ашып қарады. Бірден түсінді, арандату. Қоқысқа шығарып, өртеп жіберді, бірақ келесі жолы тастап жіберіп, полиция шақыруы мүмкін екенін білді. Ал тағы 2 күннен кейін бәрін өзгерткен оқиға болды. Вера Ивановна жатып қалды. Қан қысымы көтеріліп, кеудесі ауырды. Андрей жедел жәрдем шақырды. Дәрігерлер оны ауруханаға алып кетті. Инфаркт. Реанимация. Андрей дәлізде отырып, ақ қабырғаларға, ары-бері өткен халат киген адамдарға қарап отырды. Іші мұздап кетті. 4 сағаттан кейін дәрігер шықты. Елулердегі шаршаған әйел. Сіз туыссыз ба? Ұлымын. Жағдайы тұрақты, бірақ ауыр. Инфаркт ауқымды. Себебі қатты күйзеліс. Оған тыныштық керек, ешқандай уайым болмауы тиіс, әйтпесе келесі инфаркт өлімге әкелуі мүмкін. Андрейді 1 сағаттан кейін оның қасына кіргізді. Вера Ивановна капельницаның астында қуарып, мұрнына түтікшелер жалғанған күйде жатыр еді. Көзін ашып ұлын көрді де күлімсіреуге тырысты. Ол қолынан ұстады, анасы сыбырлап. Кешір мені, балам, бәрін бүлдірдім деді. Андрей оның алақанын қысты. Мама, сенің еш кінәң жоқ. Ол көзін жұмды, жанарынан жас домалап түсті. Андрей анасына қарап қасында отырды. 9 жыл ол онымен кездесуді күтті. 9 жыл оралып, оған көмектесу үшін зонаға шыдады. Ал енді ол осы мажорлардың кесірінен, бәріне рұқсат деп есептейтін солардың кесірінен реанимацияда жатыр. Ол орнынан тұрып, дәлізге шықты, телефонын алып, босатылар алдында берілген нөмірді тапты. Қоңырау шалды. 3-ші гудоктан кейін жауап берді. Иә. Дауысы қарлыққан, таныс. Серый, бұл Соколов. Мені танисың ба? Танимын, Андрюха. Не болды? Көмек керек. Маңызды. Серый біраз үндемей тұрды. Айт. Андрей қысқаша айтып берді. Серый тыңдап болып. Түсінікті. Мажорлар әкесінің ақшасы өздерін қорғайды деп ойлайды екен. Олай еместігін түсіндіреміз деді. Андрей тұтқаны қойды. Келесі күні Андрей Сериймен солтүстік массивтегі ескі гаражда кездесті. Серий зонадан 3 жыл бұрын шыққан, қарақшылық үшін отырған, бірақ іштей беделді адам еді. Бостандықта өзін тыныш ұстады, бірақ байланыстары қалған. Ұзын бойлы, арық, қасында тыртығы бар, артық сөз айтпайтын адамдардың бірі. Оның қасында тағы 2 адам тұрды. Біреуі Костян, саусақтарында татуировкасы бар, 40-тардағы кең иықты адам. Екіншісі Леха, кішілеу, 30-дарда, басы тақырланған өткір көзқарасты. Екеуі де зонадан өткен, істің қалай жасалатынын біледі. Серий Андрейге бас изеп, толығырақ айт деді. Андрей анасын қорлаудан бастап, инфарктқа дейінгі жағдайды қысқаша баяндады. Серий үнсіз тыңдап, темекі шекті. Андрей сөзін бітіргенде, Серий. Түсінікті. Мажорларды үйрету керек. Қатаң түрде деді. Костян мысқылдады. Мұндайларды үйрету керек. Леха бас изеді. Олар қаншау? 3 деп жауап берді Андрей. Серий темекісін өшірді. Жақсы, көмектесеміз. Бірақ ақырын, артық шусыз жұмыс істейміз. Бастығы сенсің, қалай және не істеу керектігін өзің шешесің. Біз көмекшіміз. Андрей бас изеді. Рахмет. Серий мысқылдап. Өз адамың үшін тұру керек. Сен зонада өзіңді дұрыс ұстадың ба? Есімде. Келесі 3 күн Андрей мажорларды зерттеді. Серий көмектесті, аздаған ақыға кез келген нәрсені біле алатын адамның нөмірін берді. Мыналар анықталды. Кирилл Макаров,
24 жаста, облыстық басқарма бастығының орынбасары Алексей Макаровтың ұлы, орталықта, Революция даңғылындағы элиталық көпқабатты үйде тұрады. Әкесі сыйлаған ақ БМ мініп жүр. Клубтарда жүреді, ішеді. Кейде көңіл көтеру үшін өз ортасында есірткі саудалайды, ақша үшін емес. Әкесі арқылы байланысы мықты. Полиция оған тиіспейді. Денис Орлов, 23 жаста, Орлов және компания Аш желісінің иесі Виктор Орловтың ұлы. Воронеж шетіндегі байлар ауылындағы коттеджде тұрады. Қара Land Cruiser мініп жүр. Барларды, қыздарды, құмар ойындарды жақсы көреді. Ақшасы басынан асады, бірақ миы жоқ. Әкесі оны әрқашан пәледен құтқарып алатын. Артем Белов, 25 жаста, Белстрой құрылыс компаниясының иесі Станислав Беловтың ұлы. Атанасымен элиталық аудандағы 3 қабатты зәулім үйде тұрады. Сұр Мерседес мініп жүр, үшеуінің ішіндегі ең өктемшілі. Төбелестерге адам өлімі болған, ЖКО-ға қатысы болған. Әкесі бәрін жауып тастаған. Өзін ешкім тиісе алмайтын адам сезінеді. Андрей бәрін блокнотына жазып алды. Мекен жайлары, көліктері, әдеттері, болатын жерлері. Леха көмектесті, бірнеше күн соңдарынан аңдыды, суретке түсірді, маршруттарын жаттап алды. Сирий жұмыс істейтін орын тапты. Өнеркәсіп аймағындағы ескі металл конструкциялар зауытының қараусыз қалған цехы. 5 жыл бұрын жабылған. Содан бері ол жерде ешкім жоқ. Ғимарат жартылай бұзылған, терезелері шағылған, бірақ қабырғалары мықты. Қақпасы жабылады. Идеалды орын. Ешкім естімейді, ешкім көрмейді. Андрей ол жерге барып қарап қайтты. Іші тот басқан станоктар, қоқыс, жалаң бетон қабырғалар. Суық, сыз, көгеру мен металдың иісі шығады. Бұрышта ескі орындықтар, шынжырлар, құрал саймандар жатыр. Сирий. Осында жұмыс істеуге болады, бірақ кейін бәрін жинап, із қалдырмау керек деді. Андрей бас изеді. Жоспар басында пісіп жетілді. Өлтірмеу керек. Өлім тым көп назар аудартады. Әкелері бәрін тік тұрғызады, полиция шында біз дейді. Басқаша істеу керек. Оларды рухани, физикалық тұрғыдан сындыру керек, сонда өмір бойы естерінде қалсын, бұдан бұлай әлсіздерге ешқашан қол көтермейтін болсын. Кешкісін үйде отырып, Андрей егжей-тегжейлерін ойластырды. Қалай ұстау керек, қалай жеткізу керек, не істеу керек? Сирий ескертті. Суыққанды қимылда эмоциясыз. Ашу жаман кеңесші. Андрей түсінді, зонаның 9 жылы оны басты нәрсеге. Төзімділік пен есепке үйретті. 4-ші күні анасын ауруханадан шығарды. Андрей оны алып кетіп үйге әкелді. Ол әлсіз, қуарған, баяу қозғалатын. Дәрігерлер. Толық тыныштық. Ешқандай күйзеліс болмасын деді. Вера Ивановна ұлына қарап. Балам, бәрі дұрыс па? Деп сұрайтын. Ол бас изейтін. Бәрі жақсы, мама, уайымдама. Бірақ іштей бәрі қайнап жатты. Ол анасына, оның дірілдеген қолына, көзіндегі қорқынышқа, ағарған шашына қарап отырып. Шегінетін жер жоқ. Бұл мажорлар оны жай ғана іштері пысқандықтан, қолдарынан келгендіктен инфарктқа дейін жеткізіп, сындырды деп түсінді. Андрей ас үйде шай ішіп отырып, терезеге қарады. Шешім қабылданды. Кек қатал болады. Олар әлсіз болудың не екенін білетін болады. Олар нағыз қорқыныштың не екенін біледі, және мұны мәңгіге есте сақтайды. Кириллді сенбі күні түнде ұстады. Леха оны 3 күн аңдып білген еді. Әр демалыс сайын Кирилл Кольцовскаядағы формат клубында болады. Кешкі 11-лерде келіп, таңғы 3-4-те әдетте мас күйінде кетеді. Көлігін клубтың артындағы тұраққа қалдырады. Ол жер қараңғы, камера аз. Андрей, Сирий және Костян алдын ала келіп, шеткі бұрыштағы көлеңкеге тұрақтатты. Күтті. Көлік іші тыныш, тек арасында Костян саусақтарын шытырлататын. Сирий темекі шегіп, терезеге қарап отырды. Андрей үндемеді, телефонын тексерді. Толық зарядталған, камера жұмыс істеп тұр. 3:20-да Кирилл клубтан шықты, 2 қызды қолтықтап, теңселіп келе жатты. Оларды таксиге дейін жеткізіп, ақша беріп, жіберіп салды.
Қыздар кетіп қалды. Кирилл қалтасынан кілтін шығарып, өзінің бымылысына қарай жүрді. Мастығынан аяғына әрең тұрды. Андрей бірінші болып шығып, жылдам басып артынан жақындады. Кирилл бұрылып үлгермеді. Андрей оны күн сөлінен ұрды. Қысқа, дәл. Кирилл бүкшиіп қалды, өкпесінен ауа шығып кетті. Костян оны қолтығынан алып көлікке қарай сүйреді. Серый осы іс үшін арнайы алынған ескі газельдің жүк салғышын ашты. Кириллді ішке тығып, аузын скотчпен жапсырып, қолын артына байлап тастады. Бәрі 20 секунд ішінде өтті, ешкім көрмеді. Өнеркәсіп аймағына қарай жүрді. Жол 15 минутта алды. Кирилл жүк салғышта аяғымен теуіп, скотч арқылы айқайлауға тырысты. Пайдасыз. Андрей алдыңғы орындықта терезеге қарап отырды. Жүзі тастан жасалғандай, ойлары суық. Тізерлеп тұрған анасын, оның бетіндегі жасты, әлгі жігіттің. Кәне, кемпір, бие, деген дауысын есіне алды. Келдік. Қараусыз қалған цех оларды қараңғылықпен және көгеру иісімен қарсы алды. Костян мен Серый Кириллді жүк салғыштан шығарып, ішке қарай сүйреді. Андрей телефонның фонарын қосып, орындықтар тұрған бұрышты жарықтандырды. Сол жерде Кириллді орындыққа отырғызып, шынжырмен байлады, қолын артына, аяғын орындық аяқтарына бекітті. Аузындағы скотчты жұлып алды. Кирилл демалып, жөтеліп көзін ашты да, алдында Андрейді көрді. Жүзі апақ болып кетті. Сен не істеп жатырсың, жынды? Мені дереу босат. Менің әкем. Андрей оның бетінен ұрды. Қатты емес, бірақ дәл тиді. Кирилл тыныштала қалды. Жарылған еріннен қан ақты. Андрей оның алдына жүрелеп отырып көзіне қарады. Менің анамды видеоға қалай түсіргенің есіңде ме? Оны қалай билеуге мәжбүрлегенің? Көңіл көтеру үшін бе? Кирилл үндемеді, ауыр тыныстап тұрды. Андрей телефонын шығарып, камераны қосты. Қазір мен сені түсіремін. Бұл да көңіл көтеру үшін. Кирилл жұлқынып көрді, бірақ шынжырлар мықтап ұстап тұрды. Тыңдашы, адам, бұл жай ғана түсініспеушілік. Біз жай ғана қалжыңдадық, ешкімді ренжіткіміз келген жоқ. Кел, мен саған ақша төлейін. Қанша керек? 100.000 ба, 200 бе? Тауып беремін. Андрей үндемеді, орнынан тұрып, Костянға бас изеді. Ол артынан келіп, Кириллдің бүйрегінен жұдырықпен ұрды. Кирилл ауырсынудан айқайлап, шынжыр мүмкіндік бергенше бүгіліп қалды. Андрей телефонға түсіріп тұрды. Жалғастыр, айқайла, бәрі естісін. Серый жақындап, екінші бүйрегінен ұрды. Кирилл тынысы тарылып, сырылдап қалды. Сілекейі еденге тамды. Тоқта, өтінемін, бәрін түсіндім. Андрей телефонын түсірді. Сен ештеңе түсінген жоқсың. Костян әдіспен Кириллді сабай бастады. Қабырғасына, ішіне, аяғына ұрды, есінен танып қалмау үшін бетіне тиіспеді. Зоналық мектеп ауыратындай, бірақ адам бәрін сезетіндей еті бұру. Кирилл бақырды, жылады, кешірім сұрап жалбарынды. Андрей шетте тұрып, суық жүзбен түсіріп тұрды. 10 минуттан кейін Костян тоқтады. Кирилл шынжырға асылып тұрды, сырылдап демалды. Мұрнынан қан ақты. Андрей жақындап, телефонның экранын Кириллге қарай бұрды. Қарашы, өзіңді көріп тұрсың ба? Менің анам да осылай қорғансыз, қорланған күйде көрінген. Тек оның еш кінәсі жоқ еді. Ал сен кінәлісің. Кирилл басын көтерді, көзі жылаудан қызарып кеткен. Кешір, мен қаламадым. Кешір. Андрей телефонын жинап қойды. Кеш. Серыйға бас изеді. Ол сөмкесінен шаш алатын машинаны шығарды. Не істеп жатырсың? Деп бақырды Кирилл. Серый үндемей машинаны қосып, оның шашын тақырлап ала бастады. Кирилл жұлқынды, айқайлады, бірақ Серый сабырмен жүйелі түрде жұмысын істеді. 5 минуттан кейін Кириллдің басы тақыр болды, шаштары еденде шашылып жатты. Андрей қалтасынан дүкеннен сатып алынған кәдімгі жиналмалы пышақты шығарды. Кирилл пышақтың жүзін көргенде көздері қорқыныштан атылып кете жаздады. Жоқ, керек емес. Не қаласаң да істеймін.
Ақша, көлік, бәрін беремін. Андрей оны айналып өтіп, артына тұрды. Оны бұрыңдар. Костян орындықты бұрды. Андрей пышақтың жүзін Кириллдің арқасына қойды. Ол бақырды. Тыныш, егер жұлқынсаң, тереңірек кесемін. Андрей асықпай, ұқыптылықпен Кириллдің арқасына бір сөзді ойып жазды. 5 әріп. Кирилл айқайлады, еңіреді, дауысы шықпай қалды. Қан жіңішке ағындармен ақты. Андрей асықпай жұмыс істеді. Кесіктер терең емес, бірақ тыртық болып қалады. Бітіріп, шетке шығып қарап көрді. Серей дәл болды дегендей бас изеді. Андрей қайтадан камераны қосты. Кирилл, енді сен менің анамнан кешірім сұрайсың. Бәрі көретіндей камераға айт. Кирилл әрең дем алып сыбырлады. Кешіріңіз, Вера Ивановна, менмін. Мен бұлай істемеуім керек еді. Дауысы дірілдеп, жасы бетімен ағып, қанмен араласты. Андрей оған еңкейіп, ақырын ғана айтты. Ал енді биле. Кирилл түсінбей қалды. Биле, сен менің анамды қалай мәжбүрлесең, солай. Тек сен байлаулысың, сондықтан тым болмаса басыңды қозғал. Кирилл дірілдеп кетті. Мен істей алмаймын. Костян оны қабырғадан ұрды. Кирилл бақырды да, басын екі жаққа шайқай бастады. Аянышты, сорақы көрініс. Андрей түсіріп тұрды. 1 минуттан кейін Андрей жазбаны тоқтатып, телефонын жинап, Кириллге жақындап көзіне қарады. Бұл тек бастамасы. Егер сен немесе сенің достарың менің анама тағы бір рет жақындасаңдар, мен сендерді тірідей көмемін. Түсіндің бе? Кирилл еңіреп тұрып, басын изеді. Түсіндім. Енді істемейміз, ант етемін. Андрей Серей мен Костянға бас изеді. Олар Кириллді шешті, бірақ ол тіпті тұра алмай, еденге құлап, бүк түсіп жатып қалды. Оны өзінің күртесіне киіндіріп, көтеріп, көлікке сүйреді де, қалалық ауруханаға апарып, қабылдау бөлімінің алдына тастап, 1 минуттан соң кетіп қалды. Таңертең Кириллді санитарлар тауып алды. Сабауға түскен, шаш алынған, арқасында кесіктері бар. Ол үндемеді, мұны кім істегенін айтудан бас тартты. Дәрігерлер полиция шақырды, бірақ Кирилл тек бір нәрсені қайталады. Есімде жоқ, артымнан шабуылдады, ешкімді көрмедім. Кирилл Макаровпен не болғаны туралы хабар Воронежге бір тәулікте тарап кетті. Алдымен сыбырлап, таныстар арқылы, кейін әлеуметтік желілерде. Біреулер оны сабап кетті десе, біреулер бет әлпетін бұзды деді. Ешкім нақты білмеді, бірақ бәрі мұның кездейсоқ тонау еместігін түсінді. Андрей мәліметтерді Серейден білді. Ол дүйсенбі күні таңертең қоңырау соқты. Кирилл ауруханада партизан сияқты үндемейді. Әкесі келіп, дәрігерлерге айқайлап, кінәлілерді табуды талап етті. Полиция сұрастырды, бірақ жігіт ештеңе айтпады. Қорқады. Андрей үнсіз тыңдады. Жақсы. Келесі Денис. Қашан дайын? Серей кідіріп қалды. 1-2 күн бер. Оның қазір қайда екенін білу керек. Кириллмен болған оқиғадан кейін олар міндетті түрде тығылады. Андрей тұтқаны қойып, анасына қарады. Вера Ивановна диванда отырып, шай ішіп, теледидар қарап отыр еді. Ол ештеңе білмеді, тек. Балам, немен айналысып жүрсің? Деп сұрады. Ол. Жұмыс іздеп жүрмін, мама, бәрі жақсы деп жауап берді. Ол басын изеді, бірақ көзінде қорқыныш бар еді, бірдеңенің дұрыс емес екенін сезгендей. Сейсенбіде Леха қоңырау соқты. Денис Орлов тығылып жүр. Кириллмен болған жағдайдан кейін ол үйден шықпайтын болды. Әкесі оған күзет жалдапты. Соңынан 2 дәу еріп жүреді. Бірақ мен әлсіз жерін таптым. Андрей онымен кешке сол гаражда кездесті. Леха телефондағы суреттерді көрсетті. Денис әр сейсенбі сайын қызына барады, Мәскеу даңғылынан пәтер жалдайды, сол жерде көңілдесі бар. Жалғыз келеді, күзетті кіреберістің астына қалдырады. Ол жерде 2-3 сағат отырады. Әдетте кешкісін, сағат 10-дар шамасында шығады. Андрей суреттерді, мекен-жайды зерттеді. Леха. Ертең сейсенбі, оны сол жерден ұстаймыз деді. Костян мен Серей дайын еді. Тек бір мәселе күзет.
Екі дәу жігіт. Андрей. Жеңеміз. Ең бастысы, жылдам қимылдау деп ойлады. Сәрсенбі күні кешке олар Мәскеу даңғылына келді. Ескі 9 қабатты үй, кіреберісі үгітілген. Денис кешкі сағат 9:00-де қара Land Cruiserмен келді. Қасында 2 күзетші, екеуінің де бойы 2 метрдей, қара күрте киген. Денис көліктен шығып күзетке бірдеңе айтты да, кіреберіске кіріп кетті. Күзетшілер көліктің қасында қалып, темекі шегіп, сөйлесіп тұрды. Андрей 30 метр жерде газельдің ішінде отырып, бақылап тұрды. Қасында Серей, артқы орындықта Костян мен Леха. Күзетті алып тастау керек деді Костян. Серей бас изеді. Мен біреуін аламын, Костян екіншісін. Андрей мен Леха Денистің соңынан барады. Жоспар қарапайым, бірақ тәуекел еді. Жарты сағат күтті. Күзетшілер босаңсыды. Біреуі жолдың арғы бетіндегі дүкенге кетті. Екіншісі көліктің қасында қалып, телефонға үңілді. Серей бірінші болып шығып, көліктің қасындағы күзетшіге жақындады. Костян дүкенге кеткеннің артынан барды. Андрей мен Леха кіреберіске қарай беттеді. 1 минуттан соң соққының дыбысы шықты. Серей көлік қасындағы күзетшіні есінен тандырды, ол жерге сұлап түсті. Костян екіншісін қолтығынан демеп дүкеннен шықты. Ол ес-түссіз еді. Оларды бұрышқа апарып, байлап, ауыздарын тығындап тастады. Бәрі тыныш, жылдам, шусыз өтті. Андрей мен Леха 5-ші қабатқа көтерілді. 42 пәтер. Есігі ағаш, ескі. Леха құлағын түріп тыңдап көрді. Іште музыка ойнап, дауыстар естілді. Андрей бас изеді. Леха кейін шегініп, жүгіріп келіп, есіктің құлпынан тепті. Есік айқара ашылды. Іші кішкентай бір бөлмелі пәтер. Диванда Денис пен бір қыз жартылай жалаңаш отыр. Үстел үстінде бөтелкелер. Денис атып тұрды. Жүзі бозарып кетті. Бұл не? Андрей кіріп, артынан есікті жапты. Денис оны танып кейін шегінді. Сен? Жоқ, тоқта. Қыз айқайлап жіберді. Леха оны ұстап алып, аузын қолымен басты. Тыныш, сабыр сақта, сонда ештеңе болмайды. Андрей Дениске жақындады. Ол үстел үстіндегі телефонға қол созбақ болды, бірақ Андрей одан бұрын қимылдап, ішінен ұрды. Денис бүкшиіп тізерлеп құлады. Сенің күзетің ұйықтап жатыр. Ешкім көмектеспейді. Денис демін әрең алып төменнен жоғары қарады, көзінде қорқыныш. Тыңдашы, Кирилл, мен не істегендеріңді білемін. Мен қаламадым. Мұның бәрін сол ойлап тапты. Мен жай ғана қасында болдым. Қанша айтсаң, сонша төлеймін. Андрей еңкейіп, оның шашынан ұстап, басын көтерді. Сен менің анамды аяғыңмен таптадың, видеоға түсіріп күлдің. Есіңде ме? Денис сырылдап. Кешірші, мен мас болдым, не істеп жатқанымды білмедім деді. Андрей оның бетінен ұрды, мұрны сырт етіп, қан шашырады. Денис бақырды. Леха қызды скотчпен байлап, орындыққа отырғызды. Тыныш отыр, жақында бәрі бітеді. Қыз үнсіз жылап, басын изеді. Андрей Денисті тұрғызды. Леха көмектесті. Оны пәтерден шығарып төменге түсірді. Серей газельді кіреберіске тақап қойған екен. Денисті жүк салғышқа тығып, аузын желімдеп, қолын байлап, алып кетті. Тағы да сол қараусыз қалған цех. Сол қараңғылық, сол су. Денисті орындыққа байлап, скотчты жұлып алды. Ол бірден айқайлай бастады. Жіберіңдер, әкем сендерді тауып алады. Ол бәріңді өлтіреді. Андрей үндемей телефонын шығарып, камераны қосты. Денис үнін шығармай қалды, көздері шарасынан шықты. Жоқ, тек бұлай емес. Андрей Костянға бас изеді. Баста. Костян Дениске жақындап, артына тұрды. Ол шынжырда жұлқынып, босануға тырысты. Пайдасыз. Андрей алдында телефон ұстап тұрды, камера қосулы. Денис Орлов, бай әкенің ұлы, бәріне рұқсат деп ойладың ба? Дауысы бір қалыпты, мұздай су. Денис қорқыныштан тынысы тарылды. Тыңдашы, адам, кел, дұрыс сөйлесейік.
Мен қателескенімді түсіндім. Анаңнан кешірім сұраймын. Қанша керек болса, сонша рет. Ақша беремін, көлік, пәтер сатып әперемін. Андрей үндемеді. Костян Денистің оң қолын ұстап, саусақтарын жазды. Денис түсініп, бақырды. Жоқ, тоқта, керек емес. Костян жүйелі түрде сұқ саусағын сындырды. Сырт еткен дыбыс. Денис бүкіл цехты басына көтеріп айқайлады. Костян мықтап ұстап тұрып, ортаншы саусағын алды, тағы бір дыбыс. Денис еңіреді, сілекейі иегімен ақты, дауысы қарлығып қалды. Тоқта, өтінемін, жалынамын. Андрей түсіріп тұрды. Камера бәрін тіркеді. Денистің ауырсынудан бұзылған жүзі, сынған саусақтары, тырнақ астындағы қан. Костян сол қолына көшті. Аты жоқ саусақ, сырт, кішкентай саусақ, сырт. Денис енді айқайламады, тек сырылдап, есінен тана бастады. Сери оның бетіне бөтелкеден су шашты. Денис есін жиып жөтелді. Андрей телефонын түсіріп, жақындап, жүрелей отырып, Денистің көзіне қарады. 4 саусақ менің анама физикалық және моральдық тұрғыдан тигізген әрбір соққың үшін. Денис еңіреп, басы салбырап қалды. Кешір, мен қаламадым, ант етемін. Андрей орнынан тұрып, Лихаға бас изеді. Ол пәтерден алынған Денистің телефонын шығарды. Бұғаттан аш. Денис басын шайқады. Істей алмаймын. Саусақтарым. Лиха оның қолын алып, жалғыз сау қалған бас бармағын экранға басты. Телефон ашылды. Андрей телефонды алып, әке деген контактыны тауып, қоңырау шалды. 3-ші гудоктан кейін ер адамның өктем дауысы естілді. Денис, қайдасың? Күзет жауап бермейді. Мен уайымдап жатырмын. Андрей телефонды Денистің бетіне тақап, сөйле деп ишарат етті. Денис сырылдап, ойын жинақтауға тырысты. Әке, көмектес. Мені ұстап алды. Арғы жақта үнсіздік орнады, кейін дауысы қатайды. Кім ұстады? Қайдасың? Андрей еңкейіп телефонға суық дауыспен. Сіздің ұлыңыз қорғансыз әйелді қорлады. Енді ол сол үшін өтеп жатыр. Макаров пен Беловқа айтып қойыңыз, олардың балалары келесі кезекте немесе солай болды деді. Қоңырауды үзді. Виктор Орлов арғы жақта үзілген дыбыстарды тыңдап қалды. 1 минуттан соң Денистің телефоны қоңыраудан жарыла жаздады. Андрей оны өшіріп, еденге лақтырды. Сери бұрыштан шелек алып келді. Ішінде жуынды, су, бірдеңелер бар. Денис көріп, қашқақтағысы келді, бірақ шынжыр ұстап тұрды. Не істемексіздер? Жоқ, керек емес. Сери үндемей ішіндегіні оның басына құя салды. Денис тынысы тарылып жөтелді. Сасық иіс қолқаны қапты. Костян мен Лиха оны шешіп киімдерін. Күртесін, жейдесін, джинсын шешіп алды. Тек іш киіммен қалдырды. Денистің денесі қуарып, суық пен қорқыныштан дірілдеп тұрды. Сынған саусақтары қисайып тұр еді. Ол қолын кеудесіне қысып, ыңырсып жатты. Андрей қайтадан камераны қосты. Денис, енді сен еденмен еңбектеп барып, менің анамнан кешірім сұрайсың, бүкіл Воронеж сенің қандай адам екеніңді көру үшін. Денис басын шайқады. Істей алмаймын. Еңбектей алмаймын. Қолдарым. Костян оны арқасынан тепті. Еңбекте. Денис еденге, лайға бетімен құлады да, шынтағымен және тізесімен еңбектей бастады. Сынған саусақтары бетонға сүйретіліп жатты. Ауырсынудан айқайлап еңіреді, бірақ еңбектеді. Андрей қасында жүріп түсіріп тұрды. Қаттырақ айт, бәрі естісін. Денис жас арасынан сыбырлады. Кешіріңіз мені, Вера Ивановна. Мен лайық емеспін. Кешіріңіз. 10 метрдей еңбектеді. Денис жатып қалды, бұдан әрі қозғала алмады. Андрей жазбаны тоқтатып, Сериға қарады. Ол жетет деп бас изеді. Денисті тұрғызып, киіндіріп, сыртқа шығарды да, газельге отырғызып, үйіне қала шетіндегі коттеджіне апарды. Оны қақпа алдына жуындыға малынған күйінде, жалаңаш дерлік тастап кетті. Кеудесіне скотчпен жапсырылған хат бар. Бұл сіздің ұлыңыз. Ол қорғансыз әйелді қорлады.
Енді ол ауырсынудың не екенін біледі. Кетіп қалды. Таңертең Денисті әкесі тауып алып, жедел жәрдем, дәрігерлер мен полиция шақырды. Денис те Кирилл сияқты үндемеді. Шындықты айтуға қорықты. Андрей оралып, бастаған ісін аяқтайды деп қорықты. 2 күннен кейін Денис туралы видео Воронеж пабликтерінде пайда болды. Анонимді аккаунт жазбаны жүктеген. Денис Эдеммен еңбектеп кешірім сұрап, жылап жатыр. Пікірлер жарылды. Біреулер бұл монтаж деді. Біреулер АЖС иесінің ұлы Денис Орловты таныды. Біреулер базардағы қарт әйелмен болған оқиғаны еске алды. Солай бәрі орнына келді. Видео бір тәулікте мыңдаған қаралым жинады. Денистің әкесі оны өшіруге тырысты, бірақ жазба тарап кеткен, басқа сайттарға қайта жүктелген еді. Жанжал Воронеж шекарасынан шығып кетті. Виктор Орлов, ықпалды бизнесмен, әлгі кейуананы қорлаған мажордың әкесі болып шықты. Беделі түсті. Денис өз-өзіне қамалды. Саусақтары қисық бітіп, мүгедек болып қалды. Әкесі кінәлілерді табуға тырысты, бірақ әр кез үнсіздікке тап болды. Полиция тергеп жатқан сыңай танытты, бірақ ештеңе таппады. Денис түсініктеме беруден бас тартып, тек есімде жоқ, көрмедім. Мазаламаңдар деді. Андрей үйде отырып, интернеттен жаңалықтарды көрді. Денис туралы видео бүкіл елге тарады. Пікірлер әр түрлі болды, бірақ көпшілігі мажорға лайық жаза деп жазды. Андрей браузерді жауып, анасына қарады. Вера Ивановна диванда плед жамылып ұйықтап жатыр еді. Ол жақындап пледті жөндеп, басынан сипады. Екеуі дайын. Үшіншісі қалды. Артем Белов жоқ болып кетті. Кирилл мен Дениспен не болғанын көргеннен кейін ол үйден шығуды қойды. Әкесі оған күзет жалдады. 4 жігіт зәулім үйді тәулік бойы күзетті. Артем клубтарға бармады, достарымен кездеспеді, тіпті телефонын ауыстырып тастады. Ол өзінің кезегі келгенін түсінді. Леха Беловтардың үйін бір апта бойы аңдыды. Элиталық аудандағы 3 қабатты үй, биік қоршау, камералар, домофоны бар қақпа. Күндіз кіреберісте күзет, түнде аумақты патрульдейді. Жақындау мүмкін емес еді. Леха Андрейге әр кеш сайын есеп беріп отырды. Шықпайды, іште індегі егеу құйрық сияқты отыр. Андрей асықпады. Ол ертеме кешпе Артемнің шығатынын білді. Қорқыныш сейледі, адам босаңсиды. Күту керек. 10 күн өтті. Артем сақтықты ұмыта бастады. Әкесі Мәскеуге 3 күнге сапарға кетті. Анасы да сонымен бірге. Артем күзетшілермен жалғыз қалып, сәл босаңсуға болады деп шешті. Жұма күні кешке ол өзінің дилеріне қоңырау соқты, оған тауар, кокаин керек болды. Дилер: өзің кел, мен жеткізіп бермеймін деді. Артем: үй 20 минуттық жерде, аудан таныс, күзет қасымда болады деп ойлады. Тәуекелге бел байлады. Леха оның шыққанын байқап қалды. Сұрмырштыз қақпадан кешкі сағат 9:00-де шықты. Артынан күзет мінген қара Форд ерді. Леха бірден Андрейге қоңырау соғып, соңынан жүрді. Сол жағалауға қарай бара жатыр. Андрей дайын еді. Сери мен Костян ескі өнеркәсіп аймағында газелді күтіп тұрды. Жоспар дайын болатын. Артем дилерге келді, жеке сектор, ескі үй, тыныш аула. Күзет қақпа алдында қалды. Артем ішке жалғыз кірді. 15 минуттай болды. Қалтасында пакеті бар, көңілді шықты. Мерседеске отырып, моторын оталдырып, 300 метрдей жүрді. Қиылыста оның жолын газель кесіп тастап, дәл алдында кілт тоқтады. Артем тежегішті басып үлгерді, моторы сөніп қалды. Газельден Сери мен Костян атып шығып, Мерседеске қарай жүгірді. Артем көлікті жүргізіп кетпек болды, бірақ үлгермеді. Костян бүйірдегі терезені жұдырықпен шағып жіберіп, есікті ашты да, Артемді салоннан жұлып алды. Артындағы Фордтағы күзетшілер әрекет етті, бірақ кешеді. Мотоциклмен тасада күтіп тұрған Леха Фордқа жақындап, маңдай әйнегіне кірпіш лақтырды. Әйнек шағылып, көлік кілт бұрылып, бағанаға соғылды. Андрей бұрыштан атып шығып, Фордқа жүгіріп барды. Екі күзетші есеңгіреп қалыпты, шығуға тырысуда.
Андрей біреуін темірмен монтировка бастан ұрды, ол сұлап түсті. Екіншісі шығып үлгерді, бірақ Лиха оның аяғынан шалып, самайынан тепті, ол да есінен танды. Артемді газельдің жүк салғышына тығып, байлап, аузын желімдеп үлгерді. Бәрі 1 минутқа жетпейтін уақытта бітті. Полиция келгенше кетіп қалды. Қараусыз қалған цех оларды қараңғылықпен және суықпен қарсы алды. Артемді жүк салғыштан шығарып ішке сүйреді. Ол жұлқынып, скотч арқылы айқайлауға тырысты, бірақ пайдасыз. Орындыққа байлады. Қолына, аяғына шынжыр салды. Скотчты жұлып алды. Артем демін жинап, алдында Андрейді көрді. Жүзі қуарып кетті. Сен жындысың. Мені бүкіл полиция іздеп жатыр. Менің әкем. Андрей оның бетінен ұрды. Қатты емес, бірақ дәл. Артем үнін шығармай, қанын түкірді. Әкең Мәскеуде. Полиция сені таппайды. Қазір мұнда тек сен және мен ғанамыз. Артем дірілдеп кетті. Ол Кирилл мен Дениспен не болғанын көрген. Өзін одан да жаман жағдай күтіп тұрғанын білді. Тыңдашы, адам, мен түсіндім. Жақсы, мен қателестім. Кешірім сұраймын, қанша айтсаң, соны төлеймін. 1 миллион ба, 2 ме? Әкем береді. Тек жіберші. Андрей оның алдына жүрелей отырып көзіне қарады. Сен ең қатыгез болдың. Сен менің анамды аяғыңмен итердің. Сен. Кәне оның сөресін өртеп жіберейік дедің. Сен бәрінен қатты күлдің. Артем басын шайқады. Мен мас болдым. Не істеп жатқанымды білмедім, ант етемін. Андрей орнынан тұрып телефонын шығарды. Камераны қосты. Артем бақырды. Жоқ, түсірмеші, өтінемін. Андрей үндемей Костянға бас изеді. Костян артынан келіп темірді, монтировка алды. Артем құралды көргенде көзі қорқыныштан атылып кете жаздады. Не істемексің? Тоқта. Костян темірді Артемнің оң тізесіне тақады. Бұл ауыртатын болады. Соққы. Тізе тостағаншасының сынуы. Артем бүкіл цехты басына көтере айқайлады. Дауысы қарлықты. Ауырсынудан тынысы тарылып, шынжырдан босануға тырысты. Костян сол тізесіне көшті. Артем еңіреді. Керек емес, жалынамын, бәрін істеймін. Екінші соққы. Тағы бір сынық. Артем есінен танып қалды. Сері бетіне су шашты, ол есін жиып, сырылдады. Басы кеудесіне салбырап түсті, аяқтары салбырап қалды, тізелері талқандалған, сүйектері тері астынан шығып тұрды. Ол оларды қимылдата алмады. Андрей бәрін камераға баяу, жүйелі түрде түсірді. Ауырсынудың әрбір секундын, әрбір айқайды. Артем Белов, құрылысшының ұлы, әкесі әрқашан құтқарады деп ойлады. Енді сен бұл түнді әр күн сайын, әрбір қадам басуға тырысқан сайын есіңе алатын боласың. Артем жылады, сілекейімен мұрны бетімен ақты. Кешір, мен қаламадым. Андрей телефонын түсірді. Кеш. Лихаға бас изеді. Ол Артемді шешті, бірақ ол тіпті тұра алмады. Аяғы ұстамайды, тізелері талқандалған. Оны жалаңаштап, үстіне шелектегі жуындының қалдығын құйып жіберді. Артем суық бетонда жатып дірілдеп, ыңырсып жатты. Андрей оған еңкейіп, ақырын айтты. Анаң қазір Мәскеуде, ол сенің не күйде екеніңді білмейді, бірақ жақында біледі және өмір бойы сенен ұялатын болады. Артем көзін жұмып, үнсіз жылады. Оны киіндіріп, ескі көрпеге орап, газельге тиеді де, Беловтардың зәулім үйіне апарып, қақпаның алдына тастап кетті. Кеудесінде хат бар. Бұл сіздің ұлыңыз. Ол да енді мүгедек, өзі жолда қағып кеткен, және әкесі түрмеден құтқарып қалған адамдар сияқты. Түн қойнауына сіңіп кетті. Артемді күзетшілер тауып алды. Таңертең ол зәулім үйдің қақпасының алдында ескі көрпеге оралған күйде, ес-түссіз жатты. Жедел жәрдем шақырды. Дәрігерлер 10 минутта келіп жағдайын көрді де, бірден реанимацияға алып кетті. Екі тізе тостағаншасы да талқандалған, көптеген жарақаттар, ауырсыну шоғы. Артемнің әкесі Станислав Белов сол күні Мәскеуден оралып, ауруханаға жетті, палатаға атып кірді.
Артем капельницаның астында жатыр, аяғы гипсте, жүзі қуарған. Дәрігер әкесіне қатал айтты. Ұлыңыз мүгедек болып қалады. Тізелерді қалпына келтіру мүмкін емес. Таяқпен жүретін болады, ең жақсы дегенде. Мұны кім істеді? Станислав жауап бермеді. Бұрылып дәлізге шықты да, телефонын алып, Алексей Макаров пен Виктор Орловқа қоңырау соқты. Дауысы ашудан дірілдеп тұрды. Бүгін дереу жиналамыз. Мынау біздің балаларымыздың бәріне жетті. Бітіретін уақыт келді. Кешкісін Прага мейрамханасының жабық залында кездесті. 50-ден асқан, ықпалды, бай, кез келген мәселені ақшамен немесе байланыспен шешуге үйренген 3 ер адам, бірақ қазір олар не істерін білмей отырды. Облыстық басқарма бастығының орынбасары Алексей Макаров бірінші болып сөйледі. Менің ұлым әлі күнге дейін үйден шығуға қорқады. Ұйықтамайды, дұрыс тамақ ішпейді. Арқасында тыртық бар деген сөз. Бұл мәңгіге қалады. Полиция ештеңе таппады, не із, не куәгер жоқ. Бейне бір елестер жұмыс дегендей. Аш иесі Виктор Орлов қосты. Менің Денисімнің видеосы бүкіл елге тарап кетті. Ол енді отбасының масқарасы. Бизнесім күйіп жатыр. Серіктестер теріс айналуда. Банктер несиені мерзімінен бұрын қайтаруды талап етуде. Бәрі осы лағнет атқыр ролик кесірінен. Ал полиция ше? Аккаунт анонимді дейді. Айыпты анықтау мүмкін емес. Станислав Белов үстелді жұдырығымен ұрды. Менің ұлым мүгедек. Ол 25 жаста, енді ешқашан қалыпты жүре алмайды. Мен оның болашағына миллиондаған қаржы салдым, ал мына зек бәрін құртты. Біз оны тауып, қабырғаға жапсыруымыз керек. Макаров басын шайқады. Мен тырыстым, басқармадағы барлық адамдарымды тік тұрғыздым. Камераларды тексердік, ештеңе жоқ. Куәгерлерден сұрастырдық. Ешкім ештеңе көрмеген. Бұл Соколов кәсіби қимылдайды. Оның көмекшілері, байланыстары бар, шамасы, зоналықтар. Мұндайларды оңайлықпен ала алмайсың. Орлов өзіне виски құйып, бір демде ішіп салды. Мүмкін адам жалдау керек шығар, киллерлерді. Оның көзін жойсын. Макаров мысқылдады. Сен мені тырыспады деп ойлайсың ба? 3 бригадаға ұсыныс жасадым. Бәрі бас тартты. Зонада беделі бар бұрынғы зектермен соқтығыспаймыз дейді. Тым қауіпті. Кейін тауып алып, отбасымызбен бірге көміп тастайды дейді. Белов темекісін тұтатып, ішке тартты. Сонда не, ол біздің өзімізге жеткенше үнсіз отыра береміз бе? Макаров басын шайқады. Меніңше, ол тоқтады. 3 баланы сабақ етті. Бұл оған жетеді. Ол анасы үшін кек алды. Кек қайтарылды. Енді ол сірә басылады. Орлов сенімсіз еді. Ал егер олай болмаса ше? Егер ол біздің өзімізді бітіруді шешсе ше? Бізде кінәліміз ғой. Балаларымызды қорғадық, оларға жазасыздықты үйреттік. Үнсіздік. 3 ер адам бір-біріне қарап, өздерінің тығырыққа тірелгенін түсінді. Белов ақырын ғана. Онымен кездесу керек, сөйлесіп, ақша, өтемақы ұсыну қажет. Ол бұл оқиғаны ұмытсын, ал біз оны ұмытайық деді. Макаров басын изеді. Бұл жалғыз нұсқа еді, бірақ оған қалай шығуға болады? 2 күннен кейін Андрейге бейтаныс нөмірден қоңырау шалынды. Ол жауап берді. Ер адамның салмақты дауысы. Андрей Соколов. Мен Алексей Макаровпын, Кириллдің әкесімін. Маған сізбен кездесіп, адамша сөйлесу керек. Андрей бірнеше секунд үндемей тұрды да, сосын. Қайда? Деді. Макаров мекен-жайды айтты. Қала шетіндегі дәмхана, бейтарап аумақ. Ертең кешкі сағат 6:00-де мен жалғыз болмаймын. Қасымда Орлов пен Белов болады, бірақ күзетсіз, қарусыз. Жай ғана әңгіме. Андрей тұтқаны қойды. Жанында отырған Серей. Не дейсің? Деп сұрады. Андрей ойланып. Барамын, не айтатындарын көрейін деді. Серей қабағын түйді. Абайла тұзақ құруы мүмкін. Андрей басын изеді. Білемін, бірақ не ұсынатындары қызық.
Келесі күні Андрей дәмханаға уақытында келді. Сири мен Лиха тұтқиылдан шабуыл бола қалса деп сыртта күтіп тұрды. Іште терезенің алдындағы үстелде 3 ер адам отырды. Бәрі қымбат костюм киген, жүздері шаршаулы, көзқарастары ауыр. Андрей жақындап келіп қарсы бетке отырды. Макаров бірінші болып сөйледі. Дауысы қалыпты, қоқан-лоқсыз. Соколов, мұны істеген сіз екенін білеміз. Полиция дәлел таппады, бірақ біз ақымақ емеспіз. Сіз біздің балаларымызды сабақ еттіңіз. Қатыгездікпен, бірақ, бәлкім, әділетті түрде шығар. Олардікі дұрыс болмады. Олар сіздің анаңызды қорлады, ал сіз кек алдыңыз. Мәселе басқада. Бұдан әрі не болады? Андрей оларға үнсіз қарап тұрды. Орлов жалғастырды. Біз анаңызға келген шығынды өтеуге дайынбыз. Ақша, жаңа баспана, зейнетақы, қанша айтсаңыз да береміз. Бірақ оның есесіне сіз бұл тақырыпты мәңгіге жабасыз. Жаңа видеолар, ешқандай қоқан-лоқы болмайды. Таза парақтан бастаймыз. Белов қаталдау қосты. Немесе біз басқа жолмен барамыз, сізді құрықтаудың амалын табамыз. Бұл тек уақыт пен ақшаның мәселесі, бірақ бәріміз үшін бейбіт шешкен дұрыс. Андрей тыңдап болып, сабырмен айтты. Сіздің балаларыңыз лайықты жазасын алды. Мен сіздерге тиіскен жоқпын, өйткені сіздер, жеке өздеріңіз менің анама ештеңе істеген жоқсыздар. Бірақ егер маған немесе менің отбасыма қарсы бірдеңе істемек болсаңыздар, мен ораламын және бастаған ісімді сіздермен аяқтаймын. Түсінікті ме? 3 ер адам бір-біріне қарады. Макаров басын изеді. Түсінікті. Демек, келістік. Сіз тыныш, бізде тыныш. Мәселе жабылды. Андрей орнынан тұрды. Мәселе жабылды. Бұрылды да, дәмханадан шығып кетті. Андрей дәмханадан шығып, Сиридің көлігіне отырды. Ол бірден. «Ну, не болды?» деп сұрады. Андрей қауіпсіздік белдігін тағып, терезеге қарады. Келістік. Егер мен тиіспесем, олар да тиіспейді. Сири мысқылдап. Сенесің бе оларға? Деді. Андрей басын шайқады. Жоқ, бірақ көрейік. Келесі күндер тыныш өтті. Андрей қала шетіндегі шағын автосервиске жұмысқа орналасты. Сол кезден бергі ескі танысы болып табылатын қожайыны оны артық сұрақсыз жұмысқа алды. Ақшасы көп емес, бірақ тұрақты еді. Андрей көлік жөндеп, кешкісін үйге шаршап келіп, анасымен бірге кешкі ас ішетін. Вера Ивановна біртіндеп өзіне келе бастады. Денсаулығы баяу болса да дұрысталып келе жатты. Ол енді базарда сауда жасамайтын болды. Андрей тыйым салды, өзі асырайтынын айтты. Ол ақшаны қайдан алып жүргенін сұрамады, әлгі жігіттермен не болғанын да сұрамады. Шындықты білуден қорықты. Бірақ бір күні кешкісін ас үйде шай ішіп отырғанда бәрібір сұрады. Балам, бұл сен бе? Андрей оған қарады. Не мен? Ол көзін төмен түсірді. Әлгі балалар Кирилл, Денис, Артем. Қала ішінде біреу оларды мүгедек қылып тастапты, сол менің кесірімнен дейді. Андрей үндемеді. Вера Ивановна басын көтерді, көзінде жас. Мен сенің менің кесірімнен тағы да зардап шеккеніңді қаламап едім. Мен сенің мұндай болғаныңды қаламадым. Андрей оның қолынан ұстады. Мама, мен басқаша болып кеткен жоқпын. Мен әрқашан осындай болғанмын. Тек 9 жылдық зона істі соңына дейін жеткізуді үйретті. Олар сені қорлады. Енді олар соның өтеуін төледі. Бәрі әділетті. Ол ақырын жылады. Ал егер сені тағы да түрмеге жауып тастаса ше? Андрей оның алақанын қысты. Жаппайды. Дәлел жоқ. Куәгер жоқ. Олардың өздері үндемейді, өйткені қорқады. Вера Ивановна жасын сүртті де, басын изеді. Бұл тақырыпта олар бұдан былай сөйлескен жоқ. 2 апта өтті. Бәрі тыныш болды, тым тыныш. Андрей бірдеңенің дұрыс емес екенін сезді. Серейда сақтықта болды, күн сайын қоңырау шалып тұрды. Бәрі қалыпты ма? Андрей жауап беретін. Әзірге, иә. Ал сосын оның күткені орын алды.
Кешкісін Андрей жұмыстан қайтып келе жатқанда артына бір көлік түсті. Қара Land Cruiser, терезелері қап-қара, Андрей бірден байқады. Ол тар көшеге бұрылды. Көлік соңынан ерді. Тағы бір бұрылыс, тағы да соңында. Андрей ескі гараждың қасына тоқтап, сыртқа шықты, телефонын алып, біреуге қоңырау шалып жатқандай кейіп танытты. Land Cruiser 20 метр жерге тоқтады. Есіктері ашылып, екі адам шықты. Дәу жігіттер, спорттық киімде, қолдары қалтасында, жалдамалы жендеттер. Андрей телефонын жинап қойып, оларға қарады. Олардың бірі жақындап келіп: «Соколов, саған сәлем айтып жатыр. Келісім бұзылды, сен тым көп білесің. Қаладан өз еркіңмен немесе мәжбүрлі түрде кетуің керек» деді. Дауысы бір қалыпты, ешқандай сезімсіз. Андрей мысқылдады. «Кім айтып жатыр?» «Белов». Жігіт басын изеді. «Кім екені маңызды емес, не айтылғаны маңызды. Саған 3 күн уақыт. Воронежден кетесің, тірі қаласың ба?» «Жоқ». Екінші жігіт үндемей, көліктің қасында тұрды, қолы күртесінің ішінде. Сөзсіз қаруы бар. Андрей бір қадам алға басты. «Сіздерді жіберген адамға айтып барыңыздар. Мен ешқайда кетпеймін. Бұл менің қалам, анам осында. Егер олар соғысқысы келсе, соғысамыз. Бірақ ол кезде оларға да, олардың отбасыларына да кешірім болмайды. Түсінікті ме?» Жігіт мысқылдады. «Батырсың, бірақ ақымақсың. Біз сен төбелесіп үйренген адамдар емеспіз. Біз кәсіби мамандармыз». Андрей оның көзіне тік қарады. «Мен де». Жігіт иығын қиқан еткізді де, бұрылып көлігіне қарай кетті. Отырды. Land Cruiser жүріп кетті. Андрей телефонын шығарып, Сереға қоңырау шалды. «Бізде мәселе туындады. Тез арада кездесуіміз керек». 1 сағаттан соң олар сол гаражға жиналды. Андрей, Серей, Костян, Леха. Андрей кездесу туралы айтып берді. Серей темекі тұтатып, түтінін шығарды. Демек, олар сөзінде тұрмауды шешкен. Шамасы, Белов шығар. Ол ең ызалысы. Ұлы енді мүгедек. Костян басын изеді. «Не істейміз?» Андрей оларға қарады. «Егер біз шегінсек, олар тоқтамайды. Мені анамды құртудың амалын табады. Егер біз әрі қарай кетсек, нағыз соғыс басталады. Біз тек мажорларды сабап қана қоймаймыз, біз байсалды адамдармен бетпе-бет келеміз. Жалдамалылар, қару, бәлкім, тапсырыспен өлтіру болуы мүмкін». Леха сұрады. «Сен бұған дайынсың ба?» Андрей басын изеді. «Дайынмын. Бірақ сендерді бұған араластырғым келмейді. Сендер маған көмектестіңдер. Ризамын. Бірақ бұдан былай бұл менің соғысым. Ойыннан шыға берсеңдер болады». Серей күлді. «Қойшы. Біз бұл іске басымызбен кіріп кеттік. Егер олар сені құртса, бізге де жетеді. Сондықтан бірге соғысамыз». Костян мен Леха басын изеді. Андрей демін алды. «Жақсы, онда тактиканы өзгертеміз. Бұрын біз тек балаларына тиістік. Енді әкелерінің өздеріне қатты соққы беру керек, біздің қалжыңдап жүрмегенімізді түсінсін». Серей темекісін сөндірді. «Не ұсынасың?» Андрей блокнотын шығарып, жаза бастады. «Белов, бастысы, келісімді бірінші сол бұзды. Демек, содан бастаймыз. Оның қаланың кіреберісінде құрылысы бар, жаңа тұрғын үй кешені. Ол жерде техника, материалдар сақтаулы. Егер сол құрылыста бірдеңе болса, ол миллиондаған шығынға батады». Костян түсінді. «Өртеп жіберу керек». Андрей басын изеді. «Жай ғана өртеп қою емес. Қалпына келтіру мүмкін болмайтындай етіп жасау. Техниканы өртеу, материалдар қоймасын жару. Білсін. Ол салғаның бәрін біз жоя аламыз». Леха сұрады. «Ал күзетші?» Андрей суық жымиды. «Жеңеміз. Бастысы, жылдам қимылдап, ізімізді қалдырмай кету». Олар дайындала бастады. Ертең түнде жаңа кезең басталады. Енді бұл тек анасы үшін кек алу емес, енді бұл өмір сүру үшін соғыс.
Белевтің құрылысы Воронежге 4 трассасы жағынан кіреберісте орналасқан еді. Үлкен алаң болашақ 300 пәтерлік тұрғын үй кешені, крандар, бетон араластырғыштар, материалдар қоймасы, жұмысшыларға арналған вагондар. Күндіз ол жерде жұмыс қайнап жатса, түнде тыныштық пен бостық. Күзет 2 адам кіреберістегі будкада отырып, шай ішіп жылынады. Леха нысанды бір күн бойы зерттеп кешке есеп берді. Күзет түн ортасында ауысады. 12:00-ден таңғы 6:00-ге дейін 2 жаңа адам кезекшілік етеді. Әдетте олар алғашқы 2 сағатта сақ болады, кейін босаңсиды. Камералар бар, бірақ жартысы істемейді. Бәрінен үнемдейді. Сери бензин құйылған 20 литрлік 5 канистр дайындады. Костян селитра мен соляркадан жасалған қолдан жасалған, бірақ қуатты жарылғыш алып келді. Андрей бәрін тексеріп, басын изеді. Түнгі сағат 2-де барамыз, ол кезде күзетшілер ұйықтап қалады. Сағат 1:30-да жолға шықты. 2 көлік, газель мен ескі ондық құрылысқа қоршауы төменірек орман жағынан жақындады. Тез әрі дыбыссыз ішке кірді. Андрей, Сери, Костян және Леха. Төртеуі де қара киімде, қолғап, балаклава киген. Күзетшілер шынымен қалғып отыр екен. Бірі будканың ішінде, екіншісі темекі шегуге сыртқа шыққан, бірақ теріс қарап телефонға үңіліп тұрды. Сери артынан ұрланып барып, аузын басып, пышақтың сабымен желкесінен ұрды. Күзетші дыбыссыз сұлап түсті. Будкадағыны терезе арқылы Костян жылдам әрі нақты қолға алды. Екеуін де байлап, ауыздарын тығындап, будкаға қамап тастады. Андрей айналаға қарады. Алаң өте үлкен. Сол жақта 3 кран, оң жақта бетон араластырғыштар мен экскаваторлар. Ортада цемент, арматура, тақтайлар сақталған қойма. Әрі қарай бітпеген корпустар, 5 қабат, жалаң қабырғалар. Костян, сен техникаға бар. Бензинді орындықтарға, бактарға құй. Өрте. Леха, сен қоймаға бар, жарылғышты орнат. Сери, сен менімен бірге. Корпустарға барамыз. Бәрі басын изеп, жан-жаққа тарасты. Костян жылдам қимылдап, экскаваторлар мен бетон араластырғыштардың кабиналарына бензин шашып, өртеп жіберді. От бірден лап ете қалды. Сары жалындар жоғары өрледі. Пластик еріп, резинадан түтін шықты. 1 минуттан соң техникалар алау болып жанды. Леха қойманың 4 бұрышына 5 минуттық таймері бар, жарылғыш қойды. Пілтелерді тұтатып кері қарай жүгірді. Андрей мен Сери корпустардың айналасындағы ағаш сатыларға бензин құйды. От жылдам тарап, жоғарғы қабаттарға өрмеледі. Бітпеген қабырғалардан түтін шығып, тақтайлар сытырлап құлап жатты. 3 минуттан соң бүкіл құрылыс алаңы өрт құшағында қалды. Жалын көкке шапшып, түтін будақтады. Андрей ысқырды, бұл шегіну белгісі. Бәрі қоршауға қарай жүгіріп, асып түсіп, көлікке отырды да, қойма жарылуына 1 минут қалғанда кетіп қалды. Жарылыстың күшті болғаны сонша жер сілкінгендей болды. Жарылыс толқыны қойманың қабырғаларын ұшырып жіберді. Қалдықтар жүздеген метрге ұшты. Олар 1 шақырым жерге тоқтап, артқа қарады. Құрылыс алаңы тозақтай лаулап жатты. Алыстан сирена дауысы естілді. Өрт сөндірушілер келе жатыр, бірақ кеш. Бәрі жойылды. Сери мысқылдап. Белев енді шығынның не екенін біледі деді. Андрей үнсіз басын изеді. Олар үйлеріне тарасты. Таңертең Станислав Белев құрылысқа келіп күл-қоқысты көріп құлап қала жаздады. Техника күлге айналған, қойма жарылыстан быт-шыт болған, корпустар өртеніп, пайдалануға жарамсыз болып қалған. Шығын ондаған миллион рубль. Сақтандыру шығынның жартысында өтей алмайды. Ол үйінділердің арасында тұрды. Түтіндеп жатқан қалдықтарға қарап, мұны істеген Соколов екенін түсінді. Кек алу жаңа деңгейге шықты. Енді бұл балалар емес, бұл оның өзі. Оның бизнесі, оның өмірі. Белев телефонын шығарып, Макаров пен Орловқа қоңырау шалды. Дауысы дірілдеп тұрды. Ол менің құрылысымды өртеп жіберді, бәрін жойды. Оны тез арада, қандай бағамен болса да тоқтату керек. Сол күні кешке Андрейге тағы да қоңырау түсті. Макаровтың дауысы қатал. Соколов, біз келіскен едік, сен бұздың.
Андрей мысқылдады. Сендер бұздыңдар. Маған қоқан-лоққы жасау үшін жалдамалыларды жібердіңдер. Мен тек жауап бердім. Макаров біраз үндемей тұрды. Жақсы, тағы бір рет кездесейік. Соңғы рет. Бәрін бір жолата шешеміз. Не бейбіт түрде, не қанмен. Таңдау өзіңде. Андрей келісті. Қайда және қашан? Макаров сол Прага мейрамханасын айтты. Ертең кешкі 7-де. Жалғыз кел, біз де күзетсіз боламыз. Ашық әңгіме. Андрей тұтқаны қойды. Сирий сұрады. Барасың ба? Андрей басын изеді. Барамын. Аяқтайтын уақыт келді. Сирий қабағын түйді. Абайла. Соңғы әңгіме тұзақ болуы мүмкін. Андрей күлімсіреді. Білемін, бірақ басқа таңдау жоқ. Келесі күні Андрей мейрамханаға келді. Сирий, Костян және Леха сыртта күтіп, бақылап тұрды. Іште сол үстелде 3 әке отырды. Жүздері мұңды, қажыған. Андрей отырды. Белов бірінші болып сөйледі. Дауысы суық. Сен менің құрылысымды құрттың, миллиондаған шығын келтірдің. Мен сені дәл қазір өлтіре алар едім. Андрей оған сабырмен қарады. Өлтіре алар едің, бірақ өлтіре алмайсың, өйткені егер маған бірдеңе болса, менің адамдарым сіздердің бәріңізді және отбасыларыңызды, әйелдеріңізді, қыздарыңызды, немерелеріңізді, бәрін құртады.